Менің есімім Тұрғанов Қайнар. Бұл жерде бізде 14-ші лапка. 14-ші лапкада ең алдымен біз кітапханаларды импорттап алатын боламыз. Ары қарай бізге қазақша және орысша тексттер қолданамыз, яғни өзімізге аударатын. Одан кейін мұнда қазақша және орысша сөздерді токенизациялаймыз, яғни нумерациялайтын боламыз. Ең ұзын мәтінді анықтап, сол бойынша нумерацияны толықтырамыз. Ары қарай ең қысқа, яғни айта кететін ең қысқа мәтіндерді сол ең ұзын мәтіндермен толықтырып, аяғын нөлмен толтыратын боламыз. Ары қарай бізде -1 дегеніміз бұл жерде дековер әдісін береді. Яғни жаңа орыс мәтінде бізде сос, еос сияқты керек емес, яғни бізге аударымға керек емес сөздерді -1 +1-ге ауыстыратын болады. Одан кейін бізде бұнда +1-лер, яғни бұлар мәтінді болғаннан кейін сөздік өлшемдер үшін қолданылатын болады. Яғни өлшемдерін береді. Яғни 0 индексі болған кезде +1 арқылы 0 индексін қолданып бір қылып шығарып отыратын болады. Яғни 0 индексі бізде қабылданбайды. Сол үшін дековер, одан кейін дековер индексін береміз мұнда. Одан кейін бізде мұнда қазақша сөздерді генерациялайтын боламыз. Генерациялап болғаннан кейін біз орысша сөйлемдерге келеміз. Мұнда орысша сөйлемдерді ең алдымен мұнда embedding әдісін қолданатын боламыз. Embedding, одан LSTM бізде мұнда жасырын күй беретін болады. Яғни одан кейін бізде келесі жолымыз, яғни келесі әріптің, әріп емес сөздің ықтималдығын анықтайды. Яғни бізде қазақшадан орысшаға аудару тура болу үшін келесі сөздің ықтималдығын есептейді, ары қарай бізде нәтижені шығарып береді. Одан модельді құрамыз. Модель құрып болғаннан кейін модельді жаттықтырамыз. Одан кейін модельден кейін біз энкодер әдісі қайта қолданылады. Одан кейін дековер модель бір сөзден кейін бір сөзді шығару үшін қолданамыз. Мұнда дековер әдісі. Одан кейін бізде қайта қолданылатын embedding, мұнда айта кететін болсақ. Embedding, одан кейін бізде дековер моделі, яғни дековер моделін қайта жаттықтырып енгізетін боламыз. Одан кейін мұнда reverse word index rule, бұл жерде жаңа сандарға айналдырдық қой, біз сандарға айналдырғаннан кейін оны қайта мәтіндерге айналдыратын боламыз. Мұнда бізде аударма функциясы беріледі. Аударма функциясы қазақша сөйлемдерді орысшаға айналдыру үшін. Одан кейін ары қарай бізде weighting әдісі